Сәлем, кішкентай достарым. Бүгін сендерге алтын саққа ертегісін айтып беремін. Ендеше мұқият тыңдаңдар. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарыға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқыларын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып, судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: "Ат басындай алтын берейін, қоя бер", дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. "Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер", дейді. Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: "Енді не берейін?" дейді. Кемпір: "Жалғыз балаңды бер, жіберейін", дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: "Балаңды қай жерде бересің?" дейді. Сонда бай: "Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отыр", дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: "Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой", дейді. Бала бармақшы болады да әкесінен: "Әке, қандай тайға мініп барайын?" деп сұрайды. "Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыға бар. Қай тай бетіне қараса, соны мін", дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүген дейді. Жүген дегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айлын тартқанда бесті ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: "Шеше, анау жатқан сақамды алып берші", дейді. Сонда кемпір: "Шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын", дейді. Сонда бала: "Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын", дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін деді. Терек жанына бара бергенде, бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: "Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал", дейді. Кемпір жатады. Түлкі түсті суға лақтырады да қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: "Шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын", дейді.
Сонда жалмауыз кемпір: "Сен кетпенімді алып, қашып кетесің", дейді. Сонда түлкі: "Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың сары түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып, соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар", дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кетеді. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұңқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. "Алда, ойбай-ай, алдаған екен ғой", деп, тағы бір тісін суырып, кетпен қылып, бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлауға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: "Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын", дейді. Сонда қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің түбінен әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштардың балапандарына тимей, оларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырмасын айтып барады. "Осындай пәлен жерде бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатқан. Енді құлауға таяу тұр", дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолы қол, бұтын бұт қылып, жүн-жүнін шығарып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке-шешесі де қатты қуанып, ел жұртын жинап, үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе, шешесінің жүн-жүні шығып, өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерге қарап жүрсе, иттің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізінен түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың қотанына алып барады. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызының келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен. Бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қыз өледі. Сөйтіп жалмауыздан мәңгілікке құтылыпты. Балалар, керемет ертегі екен, иә? Ертегі ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Жаңа ертегілерімді бірінші болып тыңдау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңдар.